Сәлем досым, жаңа шолуға қош келдің. Киноның атауын описаниядан көре аласың. Менің видеоларымды 93,8% адам арнаға жазылмай қарайды екен. Егер саған қиындық тудырмаса, арнама жазылып кетсең екен. Бұл каналдың дамуына үлкен септігін тигізеді. Осылай шолуларды үзбей, барынша уақытлы салып отыруға тырысамын. Сенің қолдауың мен үшін өте маңызды. Ал ендеше шолумызды бастайық. Жас жігіт құдықтың түбінде оянды. Оның қасында бір кісі отыр екен. Ол кісі жігіттен не істеп қойдың? Не себепті бұл жерге түстің деп сұрайды. Жігіт жан-жағына қарайды. Оларды сулы тас бөлшектерінен құралған қабырға қоршап тұр. Ол не болып жатқанын түсінбей, біз қайдамыз деп сұрайды. Қасындағы кісі еш кідірместен зынданда жатырмыз дейді. Осылай бұл жердің Дорнхем деген патшалық екенін айтады. Ол жігітке күліп қарап, сені не үшін жазалап осында тастағанын білмейсің бе деп сұрайды. Ал жігіт болса, ештеңені түсінер емес. Тіпті қалай осында түскенін де білмейді. Ол кісіден мен осында қалай түсіргенін көрдің бе деп сұрайды. Ол кісі жоқ, сен келгенде ұйықтап жаттың дейді. Сосын жігітке сұрақ қояды. Сен Дорнхемнен боласың ба? Осы кезге дейін сені көрмеген екенмін. Тіпті сені осында кім әкелгенін де білмедім. Бірақ та кім болсаң да, серік болып отырғанымызға қуаныштымын деп жігітке қолын созады. Жігіт кешірім сұраймын, бірақ тоқтай тұр. Сенің айтқаныңмен келісе алмаймын. Патшалық, зындан дегеніңе сенгімде келмейді деп күледі. Ал көршісі, сен Дорнхемнен болсаң, бұны қалай білмейсің деп таңғалады. Жігіт жан-жағына қарап, темірден жасалған гүл ыдыстарының сынығын байқайды. Оларды құрастырып, қуанып кетіп, мен мұны білемін дейді. Әйелім келгенге дейін оны қуанту үшін сатып алып орнатқан болатынмын. Бұл менің бақшамда болатын. Оны орнатып жатып, сынып кеткендіктен осы құдыққа құлап кеттім дейді. Оның сөзіне көршісі сенер емес. Қайдағы бақша? Сен қуасың ба? Я, бұл менің бақшам. Бұл жерді мен точно білемін дейді. Ал ана кісі болса, бұл патшалық және біз зынданда жатырмыз деуін қояр емес. Жігіт ренішін білдіріп, бұл менің жерім екеніне сенімдімін. Сен неге менің бақшамда құдықта отырсың дейді. Сенің жерің? Сонда сен патшалықты өзімнің жерім деп тұрсың ба? Ал жігіт болса, бұл жерде отырғаныңа қанша уақыт болды деп сұрайды. Ол кісі кешегі күннен деп айтады. Жігіт, бұл менің бақшам болғандықтан, сен бұл жерде қала алмайсың дейді. Көкемі жігітті жынды деп ойлайды. Бұл патшалық, мен онда болдым. Ол жерде сарайдан басқа ештеңе жоқ деп айтады. Осы кезде жоғарыдан иттің даусы шығады. Жігіт айқайлап итін шақыра бастайды, бірақ та ешқандай жауап жоқ. Көкем айқайлап, мына жігіттің басы жасамайды дейді. Жігіт оған мән бермей, жоғарыға шығуға әрекет жасайды. Темірге қолы жетпей кісіден көмек сұрайды. Көкем күліп жібереді. Онда басқа да зындандар бар, сондықтан шығу мүмкін еместігін айтады. Ол жақта күзетшілер көп, олар қасындағы иттермен патшалықтың бәрін қоршап жүр. Құрбосқа уақыт құртпа дейді. Жігіт ойланып аспанға қарап басын шайқайды. Біз дауысын естіген ит менікі, сондықтан уайымдама, тек мені аяғымнан көтеріп жіберсең болды. Мен сені де шығарып аламын. Мен бұл жерді білемін, тұрып жатқаныма 7 жылдан асты. Жақсы, сенбесең сенбе, тек аяғымнан көтеріп жіберші дейді. Көкем болса көнетін емес, жігіт көндіру үшін бәрін жасайды. Бірақ та осылай көкемді ашуландырып жібереді. Ол кісі сен секілді тағы біреу болған. Оның қашқаны үшін тілін кесіп көзін ойып тастады. Осыны қаламайтын болсаң, тыныш қана осында отыр дейді. Осы кезде айқайлаған бір әйелдің даусы шығады. Көкем болса дұғасын оқып кетеді. Ал жігіт не болып жатқанын түсінер емес. Бұл жай ғана әзіл болар деп сенеді. Осы уақытта найзағай ұрады. Аспан бетін қара бұлт жауып тастайды. Жігіт қарап отырғаннан ештеңе болмайды деп шығуға әрекет жасайды. Құлап кете жаздап, бір темірге секіріп ұстап алады. Бар күшін салып, жоғарға қарай шығуда. Көршісі болса, олай жасама дейді. Бірақ оны тыңдағалы жатқан жігіт жоқ. Осылай аман есен құдықтың бетіне шығады. Осы кезде оған ақ халатты адамдар жүгіріп келеді. Сен қайда болдың деп сұрақ қояды. Одан соң құдыққа қарай жүгіріп көкемді көреді. Ол дәрігерге екеуін де тапқанымызды жеткіз, және де көкені шығарып алуға арқан тауып әкел дейді. Ауруханадағылар оларды таң атқаннан іздеп жүр екен. Жігіт өзінің бақшасы жайлы айтып, әйелі келіп қалатын уақыт таяғанын жеткізеді. Оның сөзін түсінбей алып кетеді. Көкем мені қинайсыңдар ма деп сұрайды. Дәрігер, жоқ, әрине қинамаймыз, сені бөлмеңе апарамыз дейді. Екеуін әкетіп бара жатқанда бұл жердің жындыхана екенін байқаймыз. Бір әйел кейде айқайлап дауыс шығарады, ал бір кісі болса аунытпай иттің дауысын салады. Бұл қысқа метражды кино. Негізгі мақсаты әр адамның өз ойы, өз көзқарасы бар. Бірақ та бұл барлығы біз қалағандай бола береді деген сөз емес. Осымен киноның соңы. Егер кино ұнаған болса, арнаға жазылып лайк баса кет досым.